келісім бойынша победитель жоқ. Екі тарапта бірдей ойнап отыр. Сол себептен екеуіңе міне бірдей қылып бөліп беруге шештім, қыздар. Екеуіңе бірдей. Жарай ма? Келесі жолы приз бұдан да мықты болады. Бұл басы. Енді барлық ынта жігерлеріңді салып, Айша сезім жақсылап шығарып, жақсылап не қылып жүрсіңдер, кәдімгідей. Мынау басы тек. Бұл жай ғана қалай айтса болады, жай ғана сендердің ынталарыңды ашу мақсаты. Бола ма екен шығаруға? Болады екен, қиын болды ма? Қиын болды ма? Сәл ғана кішкене қиналу болды, бірақ та жеңуге болады. Қыздар, тағы бір өзім жүріп өткен жолдардан бір немді айтып берейін сендерге. Мен бала кезімнен, осындай сендер сияқты бала кезімнен, осындай кішкентай бір күй береді ғой, мысалы, мына 4 беттік қой. Адай бізде 11 беттік сандық нотада, мысалға ағай береді біздерге. Ал біздер соны таудай қылып емес, ағайымыздың өзінің бір стереотипі бар. Алдыңнан шыққан дейді, нәрсені таудай қылып көрсең дейді, ол саған таудай болып көрінеді дейді. Ал тауды төмпешік құсатып аттап кетсең, ол сенің өзіңнің мына жеріңе байланысты. Яғни ойлауыңа байланысты, қалай қабылдауыңа байланысты. Оны мен мынадан спокойно өтіп кетем, бұл маған жай ғана төмпешік десеңдер, төмпешіктен адам аттап өтіп кетеді. Солай ма? Таудан аттап өту мүмкін емес. Солай ғой? Сондықтан алдыларына шыққан кез келген кедергіні, кез келген қиындықты, күй болсын, ол сабақ болсын, алгебра болсын, геометрия болсын, басқа да сабақтар болсын, кішкентай төмпешік ретінде көрсеңдер, аттап өтіп кетесіңдер. Таудай қылып бүйтіп қорықсаңдар, бүйтіп деп қорқып жүре бересіңдер. Ал өздерінің қабылдауларыңа байланысты. Түсінікті ме? Міне осы